Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі тақырыбымыз ретард қаптары. Жалпы ретард қаптары дегеніміз бұл азық-түлікті ұзақ мерзімге сақтау үшін қолданылатын арнайы қаптамалар. Оларды ретард стерилизациялау процесінде қолданылады. Мұндай қаптар тағамдардың микробиологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, олардың дәмі мен қоректік қасиеттерін сақтауға көмектеседі. Ретард қаптарының тағайындалуы. Ең біріншісі азық-түлікті сақтау. Ретард қаптары ұзақ уақыт сақтау үшін қолданылып, тағамдардың бұзылу процесін тежейді. Екіншісі қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Өнімдер жоғары температурада стерилизациялау немесе пастеризациялау арқылы зарарсыздандырылады. Бұл олардың қауіпсіздігін және микробиологиялық тазалығын қамтамасыз етеді. Үшіншісі тасымалдау. Ретард қаптары жеңіл және тасымалдауға ыңғайлы. Бұл олардың сыртқы нарықтарға шығару үшін тиімді етеді. Төртіншісі қайта қолдануға жарамдылық. Қаптар ұзақ мерзімді сақтау үшін арнайы материалдармен жасалған. Бұл олардың қайта қолданылуға мүмкіндік береді. Ретард қаптарының сипаттамасы. Ең біріншісі материалдар. Ретард қаптары көбінесе көп қабатты материал бар. Ол тағамды ауа мен жарықтан қорғайды. Қаптың ішкі қабаты азық-түлікпен тікелей байланыста болып, оның қауіпсіздігін сақтайды. Ал сыртқы қабаты сыртқы ортаның әсерінен қорғап, тасымалдауға ыңғайлы етеді. Екіншісі жоғары температураға төзімділік. Бұл қаптар жоғары температурада, көбінесе 100-120 градус аралығында стерилизациялау немесе пастеризациялау процесінен өтеді. Сонымен қатар олардың сыртқы қабаты жоғары қысым мен температураға төтеп бере алады. Үшіншісі ауа өткізбейтін қасиет. Ретард қаптары ауаның өтуіне жол бермейді. Бұл өнімдердің ұзақ уақыт бойы сапалы күйде сақталуына көмектеседі. Төртіншісі гигиеналық және экологиялық аспектілер. Қаптар азық-түліктің химиялық және биологиялық ластануын болдырмайды. Қазіргі кезде экологиялық таза және қайта өңдеуге жарамды материалдан жасалған ретард қаптары да бар. Ретард қаптарының түрлері және олардың негізгі қасиеттері. Ретард қаптарының негізгі түрлеріне тоқталатын болсақ, олардың ең біріншісі вакуумды қаптамалар. Вакуумды қаптамаларда ауа деңгейі өте төмен болады. Бұл тағамның тотығуын және бұзылуын баяулатады. Ауаның болмауы микроорганизмдердің дамуын тежейді. Сондықтан өнім ұзақ уақыт сақталады. Екіншісі газды қаптамалар. Газды қаптамаларға тағамды сақтау үшін инертті газдар, мысалы азот немесе көмірқышқыл газы қосылады. Бұл газдар тағамның бұзылуын болдырмайды. Өйткені олар микроорганизмдердің дамуына немесе тотығу процестеріне кедергі келтіреді. Газды қаптама тағамның ұзақ сақталуын қамтамасыз етеді. Үшіншісі жылуды азайтатын қаптамалар. Бұл қаптамалар жылуды жақсы өткізбейтін материалдардан жасалады. Олар тағамды тез салқындатуға көмектеседі. Себебі өнімнің жылу жұтылуын және сақталуын жақсартады. Мұндай қаптамалар әсіресе ыстық тағамдарды ұзақ уақыт бойы жақсы сапамен сақтау үшін пайдаланылады. Вакуумды азайту қасиеті. Ең бірінші тотығудың алдын алу. Вакуумды қаптама өнімнің ішіндегі ауаны шығарып, оны герметикалық түрде жабады. Ауа болмағандықтан тағамның тотығуы және бұзылуы баяулайды. Себебі тотығу процесі үшін оттегінің қатысуы қажет. Бұл тағамдардың ұзақ уақыт бойы жаңа қалпында сақталуына мүмкіндік береді. Бұл әсіресе ет, балық және майлы тағамдар үшін маңызды. Себебі олар оттегінің әсерінен жылдам бұзылып, дәмін жоғалтады. Екіншісі дәмнің сақталуы. Вакуумды қаптама тағамның дәмін, түсін және хош иісін жақсы сақтайды. Ауа болмағандықтан тағамның табиғи қасиеттері бұзылмайды және ол сыртқы әсерлерден қорғалған күйде қалады. Бұл әсіресе дәм мен хош иісі сезімтал өнімдер үшін өте маңызды. Үшіншісі қаптаманың тұрақтылығын арттыру. Вакуум қаптаманың құрылымы мен тұрақтылығын арттырады. Бұл қаптама тағамды тасымалдау және сақтау кезінде зақымданудан қорғап, оның сыртқы ықтимал зиянды факторлардың сақталуына көмектеседі. Вакуумды қаптамалар тасымалдау кезінде өнімнің бұзылуына жол бермей, оның сыртқы күйінің өзгеруін болдырмайды. Газды азайту қасиеті. Газды азайту қаптамасының қасиеттері тағамның сапасын сақтап, оның сақтау мерзімін ұзартуға бағытталған. Мұндай қаптамаларға азот көмірқышқыл газы немесе басқа инертті газдар қосылады. Ең бірінші тотығудың алдын алу. Газды азайту қаптамаларына инертті газдар енгізіледі. Олар тағаммен химиялық реакцияға түспейді және оның тотығуына жол бермейді. Тотығу процесі тағамның сапасын төмендетіп, оның дәмі мен түсін бұзуы мүмкін. Бірақ газдардың көмегімен бұл әсерді алдын алуға болады. Екінші, сақтау мерзімін ұзарту. Газды азайту әдісі тағамның бұзылуын баяулатып, сақтау мерзімін ұзартады. Газдардың әсерінен тағамдағы микроорганизмдердің өсуі тежеледі. Сонымен қатар ішкі химиялық процестердің жылдамдығы төмендейді.
бұл өнімді ұзақ уақыт бойы сақтауға мүмкіндік береді. Үшіншісі, түсінің сақталуы. Газды қаптама тағамның түсін, дәмін және иісін сақтауға көмектеседі. Газдардың әсері өнімнің сыртқы түрін өзгертуге жол бермейді. Сонымен қатар оның хош иісін сақтау үшін қажет жағдайлар жасалады. Бұл әсіресе шіріп кету мен өзгерістердің алдын алуға көмектеседі. Жылуды азайту қасиеті. Жылуды азайту қасиетіне ие қаптамалар тағамдарды салқындату және сақтау кезінде температураны бақылауға арналған арнайы материалдардан жасалған қаптамалар. Ең біріншісі, тез салқындату. Жылуды азайтатын қаптамалар тағамның тез салқындауына мүмкіндік береді. Бұл әсіресе ыстық өнімдерді сақтау кезінде маңызды. Себебі тез салқындату тағамның сапасын сақтауға және оның бұзылуына жол бермеуге көмектеседі. Екіншісі, температураны реттеу. Жылуды азайтатын қаптамалар тағамның температурасын тұрақты сақтауға көмектеседі. Бұл оның дәмін, құрылымын және тағамдық құндылығын сақтауға мүмкіндік береді. Қаптама өнімнің жылу алмасуын реттейді, яғни оның температурасы ұзақ уақыт бойы өзгермейді. Үшіншісі, энергияны үнемдеу. Жылуды азайтатын қаптамалар энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді. Себебі өнімдерді салқындату үшін қосымша энергияны шығындар қажет болмайды. Бұл қаптамалар тағамды табиғи жолмен салқындатуға ықпал етеді. Сондықтан энергия шығындарын төмендетуге көмектеседі. Реторт қаптарының қолданылуы. Ең біріншісі, азық-түлік өнімдерінде қолданылуы. Реторт қаптары ет, балық, көкөністер, жемістер, тұздықтар, сорпалар, тәттілер, консервілер сияқты азық-түлік өнімдерін сақтау үшін кеңінен пайдаланылады. Олар өнімнің сапасын ұзақ уақыт бойы сақтап, азық-түлік зиянкестерінен қорғауға көмектеседі. Екіншісі, медициналық өнімдерде қолданылуы. Реторт қаптары медициналық құралдар мен материалдарды сақтау және тасымалдау үшін қолданылады. Бұл қаптамалар стерильді болып келеді және су өткізбейтін қасиетке ие. Олар медициналық жабдықтарды, препараттарды, дәрілік өнімдерді сақтау кезінде кеңінен қолданылады. Үшіншісі, өнеркәсіптік қолданылуы. Реторт қаптары өнеркәсіптік салаларда кеңінен қолданылады. Олар химиялық заттар, бояғыштар, жабысқақ заттар, өрт қаупі бар материалдар және басқа да өнеркәсіптік өнімдерді сақтау үшін пайдаланылады. Реторт қаптарын қолдану бойынша тәжірибелер. Ең біріншісі, жылдам дайындау. Реторт қаптарындағы тағамды қайнату, микротолқынды пеште қыздыру немесе бумен пісіру арқылы тез дайындауға болады. Қаптаманың герметикалық жабылуы тағамның дәмі мен құрылымын сақтай отырып, жылдам және оңай дайындауға мүмкіндік береді. Бұл қасиет әсіресе дайын тағамдарды немесе консервіленген өнімдерді тұтынатын адамдар үшін өте ыңғайлы. Екіншісі, сапасын сақтау. Реторт қаптамасы тағамның дәмін, түсін және құрылымын ұзақ уақыт сақтайды. Өнім қаптамада сақтала отырып, қоршаған орта әсерлерінен қорғалады. Бұл оның балғындылығын ұзақ уақыт бойы сақтауға мүмкіндік береді. Бұл қасиет әсіресе ет, балық, жемістер мен көкөністер сияқты тез болатын өнімдер үшін маңызды. Үшіншісі, тасымалдаудың жеңілділігі. Реторт қаптары жеңіл, компактты және тасымалдауға ыңғайлы. Олар кеңістікті үнемдейді және өнімдерді қауіпсіз тасымалдауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе саяхат, кемпинг және басқа да сыртқа шығу кезінде маңызды. Төртіншісі, қоршаған ортаны қорғау. Реторт қаптары қайта өңдеуге болатын материалдардан жасалады. Бұл оларды қоршаған ортаға пайдалы етеді. Қаптамалар экологиялық тұрғыдан қауіпсіз болып табылады, себебі оларды қайта өңдеуге болады. Реторт қаптарын таңдау ережелері. Ең біріншісі, материал. Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жоғары сапалы материалдардан жасалған қаптаманы таңдау керек. Қаптама материалы тағамның сақтау мерзімін, оның балғындылығын және дәмін сақтауға тікелей әсер етеді. Екінші, өлшемі. Өнімнің көлемі мен формасына сәйкес келетін қаптаманы таңдау маңызды. Қаптама тым үлкен немесе тым кіші болса, өнімнің сапасы сақталмауы мүмкін, немесе оны тиімді пайдалануға кедергі келтіреді. Үшіншісі, барьерлік қасиеттері. Қаптаманың оттегі, ылғал және жарық өткізбейтін қасиеттері өте маңызды. Бұл факторлар өнімнің бұзылуына немесе оның сапасының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Жоғары барьерлік қасиеттер қаптаманың ішіндегі өнімді сыртқы әсерлерден жақсы қорғайды. Төртінші, жабу ерекшеліктері. Қаптаманың жабылуы сенімді және ауа өткізбейтін болуы керек. Герметикалық жабу қаптаманың ішіндегі өнімнің микробтардан, оттегіден және сыртқы әсерлерден қорғауға мүмкіндік береді. Бұл өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Реторт қаптамасын таңдағанда материалдың сапасы, өлшемі, барьерлік қасиеттері және жабылу ерекшеліктері басты факторлар болып табылады. Бұл ережелерді ескеру тағамның ұзақ уақыт сақталуын, оның дәмі мен құрылымының өзгермеуін қамтамасыз етеді. Қорытындылай келе, реторт қаптарының артықшылықтары және келешегі. Ең бірінші, жылдамдық. Реторт қаптамаларындағы тағамдарды тез дайындауға болады. Бұл уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Әсіресе қазіргі заманда жылдам дайын тағамдарға сұраныс артқан кезде микротолқынды пеште немесе бумен пісіру арқылы тағамды жылдам дайындау мүмкіндігі тұтынушылар үшін өте ыңғайлы. Екінші, сапа. Реторт қаптамасы тағамның дәмін, түсін, құрылымын және
қоректік құндылығын ұзақ уақыт бойы сақтауға мүмкіндік береді. Қаптама тағамды сыртқы факторлардан, әсіресе ауадан, жарықтан және ылғалдан қорғайды. Бұл өнімнің сапасының жоғалмауын қамтамасыз етеді. Үшінші, қауіпсіздік. Реторт қаптары тағамды микробтардан, зиянды микроорганизмдерден және басқа ластаушы факторлардан қорғайды. Бұл қаптамалар герметикалық жабылады, сондықтан тағамның ішіндегі ортаның таза және қауіпсіз болуы сақталады. Бұл оның бұзылуын болдырмайды. Төртінші, келешек. Реторт қаптамасының технологиясы үнемі дамып келеді. Бұл оның қолданылуын кеңейтеді, себебі жаңа инновациялар қаптамалардың тиімділігін арттырып, экологиялық талаптарға жауап береді. Технологияның дамуы материалдардың сапасын жақсартуға, қайта өңдеу мүмкіндігін арттыруға және тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. Реторт қаптамаларының артықшылықтары олардың кеңінен қолданылуына себеп болуда. Технологияның үздіксіз дамуымен бірге олардың келешегі өте үлкен, себебі олар экологиялық таза, ыңғайлы және тағамның ұзақ мерзім сақталуын қамтамасыз етеді.